Сәби тілегі, авторы Гүлжайна Арман. Өте әсерлі әңгіме. Перизат өзінің 5-ші сәбиіне аяғы ауыр екенін біліп қатты қуанды. 4 қыздан соң ұлды болсақ деген Дәурен екеуінің күндіз түні Алладан сұрап жүрген армандары. Жүктіліктің 4-ші айына жетіп, құрсағындағы сәбидің жынысын білуге асық. Енесі дүниеден озған. Қарт қайын атасы ғана бар. Ол кісі де ұлының жолын қуар, бір ұл перзент беруін Алладан тілеумен келеді. Әне міне дегенше 4 айға жетіп, медициналық мекемеге барып, ультрадыбыстық зерттеуге кезек күтіп отырып, жүрегі қатты соғып қобалжу үстінде. Дәурен де қосыла бірге келген болатын. Кезектері жетіп, дәрігердің қабылдауына келді. Дәрігер Шарананың жағдайы өте жақсы дей келе, жынысына келгенде дөп басып ештеңе айта алмады. Кешіріңіз, жынысы көрінбей тұр. Тек осы сөзбен шығарып салды. Ерлі-зайыптылар еңсесі түсіп кері қайтты. Жол бойы Дәурен жақ ашпады. Перизат та мұңайып, көзі жасқа толып әзер шыдап отыр. Әке-шешенің көңіл күйін қас қабағынан байқаған 4 қызы да сұрақ қоя алмай жүрді. Кешкі астарында үнсіз ішіп, бөлмелеріне тарасты. Перизат бүлдірмеге тырысқанмен, қанша жылдан бері отасқан жары жылап жатқанын байқап, жаймен сөз бастады. Перизат, қойсаңшы, неге жылайсың? Саған қыз деген жоқ қой? Бірнеше күн өтсін, қайта тексеріп көресің. Қыз болса да, ұл болса да, дені сау, аман есен дүниеге келсін. Дәурен, олай өзіңді өзің алдамашы. Сенің ұл сүйгің келетін, мені білмейді дейсің бе? Ұлын жетектеп жүрген жора жолдас, туыстарыңды көргенде, оларға қызыға қарап тұрғаныңды үнемі байқаймын. Мен жаман әйелмін, мен саған ұл тауып бере алмаймын. Кешірші мені. Жаным-ау, мен саған ұл туып бермедім деп ренжіген кезім болды ма? Олай ойлама. Жаным, мен саған разымын. Қаласаң, орынды босатып беруге дайынмын. Өзіңе ұл сыйлайтын жанға қосылсаң болады. Не деп тұрсың? Мен перзенттерімнің Құдай қосқан қосағым тек мына өзіңмен болған қалаймын. Егер ондай ойымда болса, сенен рұқсат сұрап отырмаста едім. Енді мұндай әңгіме айтсаң, мені қатты ренжітесің. Кешірші мені, кешірші. Перизат азаматын құшақтап біраз уақыт жылап жатты. Араға 2 апта салып, жүкті ана құрсағындағы сәбидің жынысын анықтау үшін тағы да зерттеуден өтті. Бұл жолы алдындағыдай емес, дәрігер дөп басып, Шарананың қыз бала екенін айтты. Емханадан шығып, аялдамада ұзақ уақыт жылап отырды. Аллам, саған не жаздым? Қай күнәм үшін жазалап жатырсың? 4 қыз бердің, налымадым. 5-шім ұл болсын деп жалынып, жалбарынып жүргенім жоқ па? Күйеуімнің жүзіне қалай қараймын? Дәуренімнің ұлыммен бірге футбол, боксқа барамын. Батыр етіп тәрбиелеймін деп жүрген армандарының күлге айналғаны ма? Деп ұзақ уақыт Аллаға өкпе назын айтты. Өз-өзіне келіп, көз жасын сүртіп үйіне қайтты. Өзінің құрбысы Назым дәрігер болып жұмыс атқаратын. Үйде ешкім жоқ. Қыздар балабақша мен мектепке кеткен. Жолдасы жұмыста. Тыныштық кезінде құрбысынан ақыл кеңес сұрамақ болып, оған қоңырау шалды. Алло, Назым, қалайсың? Қолың бос па? Сөйлесе аласың ба? Иә, жақсы, өзің қалайсың? Неге көңілсізсің? Не болушы еді? Тақ сол бұрынғыдай қиындық. 5-шімде қыз екен. Ой, Перизат, тағы сол әдетке бастың ба? Қызды да ұлды да беретін бір Алла. Олай Алланың әміріне наразылық білдіріп, күнә арқалама. Жер бетіне бір тал шөп шықса да, Алланың бұйрығымен шығады. Мүмкін келесіде ұлды боларсың. Назым, мен бұл баланы дүниеге әкелгім келмейді. Оны алдырып тастасам қалай болар екен? Ақымақ болма. Олай жасауды ойыңа да алма. Біріншіден, бұл ең ауыр күнә. Екіншіден, сенің жасыңда түсік тастау аса қауіпті. Тіпті жатырыңнан айырылып қайта құрсақ көтере алмай қалуың да мүмкін. Олай болған жағдайда, ұл перзенттен үмітіңді бір жола үзетіңді білесің бе? Сабыр ет. Қызың дүниеге келсін, әлі-ақ тағы құрсақ көтеріп, ұлды боласың. Түсінші, мен бұл балаға
ана болып жарытпаймын. Аналық сезім, махаббат дегенді мүлде сезіне алар емеспін. Бәрін уақыттың еншісіне қалдыр. Назым құрбысын қанша сабырға шақырғанмен ақылға көнер перизат жоқ. Телефонды сөндіріп, өз арам пиғылын жүзеге асырмақ болды. Биікке шығып секірді, ауыр заттарды көтерді. Тоқтамай ішке салмақ түсіретін жаттығулар жасады. Сонда да еш жері ауырар емес. Алдыңғы қыздарында тіпті үйдің түрлігіне жарамай, ішіндегі сәби түсіп қалардай болып жатып қалушы еді. Бұл жолы мүлдем басқаша. Қаншама күн талпынса да нәтиже жоқ. Есесіне біраз істеуге тиіс жұмыстар бітіп қалды. Бүкіл жиһаз орнынан қозғалып, қуыс-қуыстағы шаң-тозаңның көзі жойылды. Ал перизат баласын түсірем деп жүргенде сәбиі күн сайын өсіп жетіле берді. 7-ші айға жеткенде перизат ішінің төменгі жағында ауырсыну сезіне бастады. Түннің ортасы секунд сайын ауырсыну күшіне еніп шыдатпай барады. Іште толғақ екенін сезсе де өзін өзі алдап қояды. Ақыры жолдасын оятып, жедел жәрдем шақыртып ауруханаға жетті. Дәрігерлер дереу босану бөлмесіне кіргізді. 1 сағатқа жетер-жетпес уақытта ай күніне жетпеген, салмағы 1 келіден асатын нәзік қыз баланы дүниеге алып келді. Дереу арнайы аппаратқа салып, тыныс алу құрылғысын орнатты. Ал перизат үнсіз жылап жата берді. Нәресте шетінеп кетсе, өзін күнәһар сезінен бе деп қатты қорықты. Бұл хабарды естіген өз анасы қызының жай күйіне алаңдап, алып ұшып жетіп келді. Қызым, құлыным, амансың ба? Не болды? Сәбиің қайда? Өзің амансың ба? Неге бұлай болды? Шырылдаған ана жүрегі дамыл таппай қызына осы тектес сұрақтарды оқша жаудырды. Ал қызынан ешбір үн жоқ. Тек қана жанарынан көз тамшылары сырғып түсе берді. Не дей алар еді? Осының бәрін өзім әдейі жасадым. Түсік тастау үшін дейме? Олай айтуға перизаттың дәті жете қоймасы анық. Ана байғұс баласының шашынан сипап, терін сүртіп, үстерге өзінің дайындап алып келген ыстық сорпасын кесеге құйып әлек. Бәрін дайындап, қызына ыстық сорпа, шай ішуге итермелеп еді, тағы да сол үнсіздік. Не сөзге жауап жоқ, не бір қимыл жоқ. Жатқан тірі өлік секілді. Ана жүрегі бір сұмдықты сезе бастады. Мейірбике есікті қағып, ішке кіріп, балаға омырауынан сүт сауып беруді сұрады. Бұл жолы тағы үнсіздік. Қызым, бір жауап берші. Тұра ғой, сәбиіңе сенің сүтің қажет. Тұрға не? Тұрсаңшы, деп ана байғұс әбігерге түсіп әлек. Қызым мұндай халде көрген ана жүрегі езіліп, көз жастарына ерік берді. Медбике нәтиже болмаған соң, нәрестені дүкендерде сатылатын ана сүтін алмастыратын сүт дайындап қоректендірді. Қызым-ау, не болды саған? Неге өзіңмен бірге сәбиіңді азаптап жатарсың? Баланың не жазығы бар? 10-15 жылдай сәби сүюге зар қадамдар қаншама? Бір сәт өзіңді солардың орнына қойып көрші. Бір емес 5 бірдей қыз берген Аллаға шүкір етпейсің бе? Мұның не? Апа, маған бұлай ақыл айтатын жөнің жоқ. 5-ші сіңілім Динаны босанғанда өзіңді дәл осылай жасаған жоқсың ба? Сол қызыңды бауырыңа баспай, үнемі итеріп тастағанды ұмыттың ба? Динараның туылған сәтінен бастап сенің орнынан ана болып бағып, қағып өсірген мен емес пе? Солай бола тұра өзің мені кінәлайсың. 3 сіңілім де ұлды, қызды болды. Неге мен сенің тағдырыңды қайталап жүрмін? Неге мен? Ал сен мынаны ұмыттың ба? Сол 6-шы қызымды аналық махаббаттан айырғаным үшін, Алланың бұйрығына бағынбағаным үшін жаза ретінде 7-шімді ұл беріп қайта алып кеткен жоқ па? Сен соны ұмыттың ба? Ана мен бала ұзақ шер тарқатты. Ал бұл сәтте дүние есігін жаңа ашқан жас сәби өмір үшін күресу үстінде еді. Қыз 40 жанды деп бекер айтпаған ғой ата-бабамыз. Шала туылса да өмірге құштар нәресте тез-ақ көзін ашып, жарық әлемді көруге асықты. Бірнеше күнде жаңа өмірге бейімделіп, өзге сәбилер секілді анасымен қауышып, анасының омырауын өміріне емуге асыққан болатын. Алайда анасының тас жүрегі жібімей, көкірегі тас болып қатып қалатын қайдан білсін. Дәурен сүт көбейтетін дәрі тасыса, анасы сүт қатқан шай
ыстық тамағын тасып әлек. Бірақ мұның ешбірінен келер пайда жоқ. Сәби байғұс анасының сарыуызының дәмін де тата алмай, тек дүкеннің дайын сүт өнімдерімен қоректеніп жүрді. Анасының өкпелі екенін әлде жылағанымен мейірімін төгіп басын сипар ана жоқ екенін сезгендей жылап, анасы мүлде мазаламайтын. Нағашы әжесі ат қою мәртебесіне ие болып, жас сәбиді Зере деп атады. Бір жетідей уақыт өтіп, ауруханадан өз үйлеріне шығатын күнде жетті. Әлі күнге дейін Перизаттың мейірімі, назары балаға ауар емес. Көкірегі тас болып қатып қалғандай, сәбиіне онша көңіл бөлмейді. Анда-санда көз қырын салып қояды. Әкесі Дәурен қанша күліп, ойнатып әлек болса да, Зере қыз анасына көз алмай қарап, әр іс-қимылын үнсіз бақылап жата беретін. Қанша дегенмен, ананың ата-ана емес пе? Бір жетідей күннен соң, жиен немересі мен қызының жағдайын білмек болып, Айнаш, Перизаттың анасы, қонаққа келді. Өзімен бірге ала келген бір сөмке затын кіре бере еденге тастап, немересінің есін ескеуге асықты. Төсекте жатқан құдасымен жағдай сұрасып болған соң, немересіне жетті. Есіктен кірген бойда, ойбай, масқара деп аңдамай айғайлап жіберді. Оған себеп екі беті қып-қызыл болып, денесі оттай күйіп жанып жатқан Зере еді. Бала болса да, бәрін сезгендей, ауырса да жылауды да шыңғыруды да білмей, айналасына өкпелі көзбен қарап, үнсіз жатқан болатын. Дереу сәбиді қолына көтеріп, үлкен немере қыздарына жылы су, құрғақ орамал әкелуді тапсырды. Зерені шешіндіріп, жылы сумен денесін шылқа-шылқа етіп сылап, орамалға орап алды. Әп-сәтте дене қызуы түсіп, сүтін ішіп қайта ұйқыға кетті. Ал Перизат болса, қатқан қазықтай бір орында тұрып қалған еді. Айнаш дереу қызының қолынан сүйреп, басқа бөлмеге кіргізді де, бетіне шапалақпен салып жіберді. Төрт қызы, әже, апамызды ұрмаңыз, әже, әже деп аналарына араша түспек болып еді. Төрт қызы да бөлмеден қуып, есікті іштен кілттеп алды. Оңбаған, мен саған осындай тәрбие бердім бе? Қандай адам өз перзентіне бас тартады? Тіпті айуан да өз баласын қорғайды емес пе? Ал сен не істедің? Бір айға да жетпеген кішкентай сәби от болып күйіп жанып жатыр. Ал сенің одан хабарың жоқ. Болды, жетер. Сен қызға обалың жоқ. Басында осылай жасауға тиіс едім. Саған бала керек болмаса, маған немере керек. Ақыры ана болып жарытпайды екенсің, онда болмай-ақ қой. Мен Зерені өзімен бірге алып кетемін. Перизат тек үнсіз жылап жата берді. Айнаш дереу баланың керек-жарағын жинап, сөмкеге салып, сәбиді құндақтап, алып кетуге дайын болғанда, Дәурен жұмыстан оралды. Төрт қыз шошып, төрт жақта жылап жүр. Перизат еденде жылап жатыр. Ал енесінің қолында қызы 2-3 сөмке. Апа, не болып жатыр? Зерені қайда алып барасыз? Үйіме? Ана қыз естен алжасты дейік. Ал сенше? Бір қатынға сөзіңді өткізе алмайсың ба? Неге мына байғұс балаға қарамайсыңдар? Қара десең қайтеді? Айтуын айтып жатырмын, қайтейін тыңдамаса? Бір айтқанда ұқпаса ұр, соқ, еркек емессің бе? Не? Қойыңыз. Тек әлсіз еркек қана әйелге қол көтереді. Жақсы онда. Әйелін несін жиып, аналық махаббаты оянса ғана, мына қызды аманаттаймын. Қашан өзі келіп менен рұқсат алғанша, сәби менде болады. Айнаш айтарын айтып, сәбиді өзімен алып кетті. Тұзды ащы суға шомылдырып, денесін майлап сылап, жайын жасады. Айнаштың қыздары аналарының бұл іс-әрекеттері дұрыс емес екенін қайталап айтқанмен пайда болмады. Перизат сол күйі үнсіз қалды. Ешкіммен сөйлеспейді. Бірер апта өтіп, сәбиінің исін сағына бастап, түнде қорқынышты түстерден қорқып оянатын. Ұйықтап жатып, тек қызының атын атап шақыра беруші еді. Дәурен енесінің алдына талай жалынып барғанмен, анасы өзі алып келіп кетсін деп қырсығып бермей қойды. Ал Перизат өз үстіне ұялып, намыстан өлердей болып, анасы мен өзі қараусыз қалдырған сәбиінің алдында өзін кінәлі сезініп, үнемі кейінге шегеріп жүре берді. Зере десе атына сай, өте зерек қыз болып, күннен күнге өсіп, қылық шығара бастады. Дәурен үнемі сөмке-сөмке етіп керек жөргек, сүт, киім-кешекпен қамтамасыз етіп отырды. Дәурен қызына барған күні асыға жолына қарап, есік алдынан тосып алып, сұрақтың астына алатын. Бардың ба? Көрдің бе?
Өсіп қалыпты ма? Жағдайы қалай? Қарны тоқ па? Осы сұрақтарды үнемі қоятын. Ал әйеліне өкпелі жары, білгің келсе өзің барып көр дейтін. Бұдан басқа ештеңе айтқан емес. Тіпті қызы үйден кеткен күннен бері ерлі-зайыпты ретінде бірге болған да емес. Кейде Перизаттың жылағанына шыдай алмай, түн ортасында басқа бөлмеге барып жататын. Жүрегі қызын өз үйіне алып келгенін қаласа, ақылы сәбиге қамқор болатын жанның қасында болғаны дұрыс дейтін. Шарасыз әке екі оттың арасында әбден күйді. Перизаттың сіңілдері аналарынан тығылып, Зерені ұялы телефонға суретке түсіріп, әпкелеріне жіберіп тұратын. Сөйтіп жүргенде Зере қыз жасына толды. Зере өзінің қатарындағы сәбилерге қарағанда өте ерекше болды. Ең алғашқы қимылдары Айнаш намаз оқып отырғанда дәл сол намаздың қимылдарын қайталау болды. Әр намазда дәл солай артында отырып, Айнаш не істесе соны бұлжытпай қайталайтын. Анасын келер дей ме, үнемі есік жаққа алаңдап отырушы еді. Дәурен 4 қызын алып келіп, Зеренің туылған күнін атап өтті. Ал Перизат үйге келе тұра тек терезенің сыртында тамашалап, кіруге дәті жетпеді. Өзін ақтап алуға дәрменсіз еді. Қызына қалай, не деп түсіндірерін білмес еді. Тек үнсіз сырттан бақылап тұрды. Айнаш та қызының осылай істейтінін сезгендіктен барынша терезеден бәрі анық көрінердей ыңғай жасады. Тіпті терезенің сырт жағына алдын ала бойы жетпей қалмас үшін орындық та дайындап қойған болатын. Үнемі келесі жолы міндетті түрде кіріп, қызымен, анамен сөйлесемін деумен өзін тежей берді. Зеренің тілі ерте шықты. Сөздері дәл үлкен кісінікіндей, дәл біреу үйретіп қойғандай сөйлейтін. Айнаш бұл жолы намазды аяқтап, Зерені әңгімеге тартты. Зере, қызым, сен не істеп отырсың? Ал мен не істедім? Білмеймін. Білмесең, неге менің қимылдарымды қайталап отырсың? Сіздің не істегеніңізді білмеймін, бірақ сіздің жаман нәрсе істемейтініңізді білемін. Өйткені сіз өте жақсы адамсыз. Өзіңіз айтыңызшы, сіз күнде неге бұлай жасайсыз? Мен Аллаға құлшылық жасаймын. Парызымды өтеп, жақындарым үшін дұға жасаймын. Ал Алла деген кім? Дұға деген не? Алла қалаушы. Оның қалағаны болады, қаламағаны болмайды. Тіршілік иелерін өлтіру, тірілту, бақытты не бақытсыз ету, бай не кедей болу Алланың еркінде. Бәрі Алланың қалауымен болады. Кім Аллаға шын ниетпен дұға жасаса, ол оның тілегін тез арада қабыл етіп сұрағанын береді. Олай болса, мен де дұға жасап, өзіме іні сұрасам береді ме? Жаным, құлыншағым, әрине береді. Сонда анашы мені жақсы көріп, мені алып кете ме? Анаң сені жек көреді деп кім айтты? Аналар ешқашан өз балалар жаман көре алмайды. Олай болса, неге анам мені алып кетуге келмейді? Келеді ботам, келеді. Айнаш Зерені құшақтап егіліп жылай берді. Айнаш Зеренің үлкендердің әңгімесін түсініп, өз анасының жолын тосып жүргеннен бейхабар еді. Бұл сөздерді естігенде жүрегі қарс айырыла жаздады. Өз ісіне өкінді. Қанша мәпелеп бақса да, ананың орнын ешкім баса алмайтын ұқты. Дереу Перизатқа қоңырау шалып, үйіне жетуін сұрады. Перизат кейінге сырғаннан мәселенің шешілмейтінін ұғып, қызы мен анасына баруға бел буды. Келген кезде Айнаш намаз оқу үстінде болатын. Анасының іс-қимылдарын қайталап, соңында алақан жайып, бетін сипаған қызы көргенде еңкілдеп жылап жіберді. Перизатты көрген бойда Зере, анашым деп құшағын жая жүгірді. Қызым, құлыншағым, ботақаным, кешірші мендей ақымақ анаңды. Анашым, жыламаңыз. Мен сіздің келеріңізді білдім. Рас па? Қайдан білдің? Себебі мен кеше Алладан сіздің мені алып кетуіңізге келуіңізді сұрап дұға жасадым. Әжем айтқан болатын, Алладан не сұрасаң да береді деп. Әжең өте дұрыс айтыпты құлыным. Перизат шыдай алмай көзіне жас толып тұрған анасының мойнына асыла кетті. Екеуі тек бірінен бірі кешірім сұрап ұзақ уақыт жылай берді. Анасымен татуласып қызын үйіне ала кетер жолда дүкеннен қызының қалаған алып беріп, қажет заттарын алып неше түрлі тәттілер, бәліш, самса, торт, бәрін пісіріп, дастарханды жайнатып, отбасы мүшелері бір-бірлеп күлімсіреп қарсы алды. Отағасының қуанышында шек болмады. Сол күні қызын қолына тастамай көтеріп жүрді.
Зере әпкелерімен ойнап жүрген болатын. Бір кезде көрінбей қалды. Перизат пен Дәуреннің зәресі зәр түбіне кетіп, енді бірақ өз көргендеріне таңырқап тосылып қалды. Зере бөлек бөлмеде, сөзін білмесе де үнсіз айнаштан көргендерін бұлжытпай қайталады да, соңында алақан жайып бірдеңелерді айтып бетін сипады. Қызым, сен не істеп жатырсың? Мен бе? Аллаға құлшылық жасап дұға тіледім. Сонда не тіледің? Дәурен бала секілді ойыншық немесе басқа да бір зат деп ойлап, қызының қалауын орындамақ ниетте сұраған болатын. Бірақ қызының жауабы біразын есеңгіретіп тастады. Мен Алладан өзіме іні тіледім. Сонда мен сіздерден ешқайда кетпейтін боламын. Сіздер де мені жақсы көретін боласыздар. Бұл сөздер бүкіл отбасы мүшелерінің көздеріне жас алдырмай қоймады. Дәурен құшағын кең жайып, жары мен балаларын құшақтады. Түн болып басқалар секілді Зере де ұйқыға кетті. Перизат бірнеше сағат қызының жүзіне телміріп, шашын сипап искелеп отырды. Перизат, солай отыра бермексің бе? Қызымыздың тілегін орындамаймыз ба? Қандай тілек? Түсінбедім. Қандай болушы еді? Оған іні сыйламаймыз ба? Дәурен де Зере бұл үйден кеткелі оған қол тигізбеген болатын. Бұл түн оларға алғашқы неке түніндей тәтті болды. Ерлі зайыптылар ұйқысыз өткенді еске алып, бір жылап, бір күліп таңдатырды. 3-4 жеті өтіп, Перизат өзін жайсыз сезіне бастады. Ештеңе жегісі келмейді, жесе қайтарып тастайды. Иә, дәл сіз сездіңіз. Ол 6-шы құрсақ көтерген болатын. Анашым, сіз ауырып қалмадыңыз ба? Жоқ құлыным, менде бәрі жақсы. Тек аздап мазам болмай тұрғаны. Неге? Не болды? Зере қыңқылдап айтпасына қоймады. Мен саған көп күннен соң бөпе әкеліп беремін. Менің мына ішімде кішкентай бөпе пайда болыпты. Зере, алақай, енді менің інім болады. Құдайым саған көп рахмет. Сен ең күштісің, сені жақсы көремін. Менің тілегімді орындағаның үшін саған көп рахмет деп арыз жүгіре берді. Перизат құрсағындағы сәбиі ұл немесе қыз екенін білмесе де, қызының бұл сөздеріне мәз-мейрам болды. Уақыты жетіп, дәрігерге қаралып, ұлды болатын естіген Дәурен мен Перизат үйге жеткенше асықты. Жеткен бойда Зерені көкке лақтырып, екі бетінен сүйіп рахмет айтумен болды. Сәбидің тілегі қабыл болып, ай күні жетіп, шекесі торсықтай ұл дүниеге келді. Бақытты өмірлер жалғасын таба берді. Ал қазір Зере әкесі мен анасының сүйікті қызы. Алла тағала ұл сұрағанға ұл, қыз сұрағанға қыз нәсіп етсін. Соңы. Назарларыңызға рахмет. Өз ой пікірлеріңізді комментария бөлімінде қалдыра кетіңіз.